Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Стройка бастап жатқан, құрылыс бастап жатқан ағайындар, сіздердің назарларыңызға мынау біздің өз қазекеңдер, мұсылман бауырларымыз көбісі арзан жағына ұмтылады ғой. Арзан нәрсе іздейді. Арзанның сорпасы татымайды деген нәрсе бар ағайындар. Соғанда мән беріңіздер. Арзан әрі сапалы товар таңдау үшін міне бір нәрсені түсіндіріп кетейін сіздерге. Мынау кәдімгі стандарт кірпіш. Көбісі стандарт кірпіш дейді, бірақ мынандай не жағын алмайды. Мынау қырау кәдімгі. Суық қой қырау. Мына жағы 6,5 болады негізі стандарт қыштың. Көбісі осы жағынан 6-лық деген размерді алып қояды, 5,5 шығатын қыштарды. Сөйтеді да есебі бойынша ол қыш жетпей қалады. Мысалы 40.000 қыш есептейсіз, 16-та 14, 16-та 15 деген тамдарға, мысалы 3 метр биіктік 320 болатын болса, 40.000 қыш жобалайсыз, ол жетпей қалады. 6-лық қыштан алсаңыздар, одан 47-48.000 қыш кетеді. Ал мынадан сол 40.000-мен жобалайды. Осы жағына мән берсеңіздер ағайындар. Ол да стандарт деп айтылады, бұл да стандарт деп айтылады. Мынау жарты сантиметрдің өзі разница беретіні. Мынау бір қолба кузовтан 1,5 қыштай разница береді. Соны жақсылап есте сақтап алыңыздар. Мынау үй соғам деп жүргендер размеріне мән беріңіздер. Сол айтайын деген ағайындар. Қыш керек болса 8707 812 0752 WhatsApp-қа жаза беріңіздер. Алланың қалауымен қыштар артып жатырмыз.